Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Мен Мадияров Медет Кабдуллаевич, Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің дене шынықтыру пәнінің аға оқытушысы. Біздің жаппай оқытуға бағытталған онлайн курсына қош келдіңіздер. Курсымыздың қосалқы авторлары оқытушы Илюкешев Айбек Ергалиевич және аға оқытушы Рахимбеков Болат Кулашевич. Біз сіздерді қазақтың ұлттық ойындарына арналған арнайы әзірленген онлайн курсымызда көргенімізге өте қуаныштымыз. Бұл курс халқымыздың ғасырлар қойнауынан бүгінгі күнге дейін жалғасып келе жатқан дәстүрлері мен рухани мұрасының айнасы болып табылатын ұлттық ойындардың мазмұнын тереңірек ашуға бағытталған. Оқыту барысында сіздер ұлттық ойындардың пайда болу тарихымен, олардың әлеуметтік мәдени мәнімен, адам тәрбиесіндегі атқаратын рөлімен, ойын түрлерімен олардың ережелерімен, сондай-ақ ұлттық ойындардың қазіргі заман жағдайында қолданылу ерекшеліктерімен жан-жақты танысатын боласыздар. Қазақтың әрбір ұлттық ойыны қарапайым ойын-сауық қана емес. Ол, халқымыздың өмір салтынан, дүниетанымынан, батырлық пен бірлікке негізделген рухани мектебінен сыр шертетін тәрбие құралы. Бұл ойындар адамды ептілікке, шапшаңдыққа, мергендікке, төзімділікке баулып қана қоймай, ұжыммен әрекет ету, әділдік, құрмет сияқты қасиеттерді де қалыптастырады. Біз бұл курстың студенттерге, жас зерттеушілерге, педагогтарға және ұлттық мәдениетке қызығушылық танытатын барлық тыңдаушыларға үлкен пайда әкелетініне сенімдіміз. Мақсатымыз ұлттық құндылықтарды кеңінен насихаттап, оларды тереңірек түсінуге және келер ұрпаққа аманат етіп жеткізуге үлес қосу. Ұлттық ойындардың әлеміне бірге саяхат жасап, рухани мұрамызды жаңаша қырынан танып білейік,